Саламатсыздарбы, урматтуу адабият ишкубуздары. Кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун которуусунда орус элинин залкар акыны Александр Сергеевич Пушкиндин падыша Салтан жөнүндө анын даңктуу баатыр уулу князь Гвидон Салтанович жана Татынакай ханыша Акку тууралуу жомогу. Күн кызылы батканда терезенин алдында жип ийирген үч бийкеч айтты улуусу бир кеңеш. Болсом эгер ханыша той өткөрүп ааламга кураар элем тамаша. Анда сүйлөйт сиңдиси. Болсом эгер ханыша ай ааламга жалгыз мен согоор элем зор келем. Үчүнчү бийкеч кеп салды. Болсом эгер ханыша атакеси падышага төрөперем алып бала. Кыздардын үнү басылды, тымызын эшик ачылды. Тигил жактык падыша күлүңдөп жүзү жазыла. Кирип келди сырт жактан кыздардын кебин бүт уккан. Кийинки кыздын айтканы көңүлүнө куп жаккан. Саламатпы сулуу кыз, деди болгун ханышабыз. Көңүлүм сага бурулду, төрөгүн баатыр уулду. Эй, эжелер, силер да сиңдиңердин соңунда ээрчип бизди жүргүлө, айтканыкка көңгүлө. Бириң болгун ашмачы, бириң болгун өрмөкчү. Падыша чыкты сарайга, бардыгы анын соңунда тең көрүлдү камылга. Нике кыйып алууга. Жаш ханыша жанында ыраазы болуп баарына падыша Салтан отурду, ак тилек тоюн болтурду. Коноктор адил сыр билет, кызмат кылат, баш ийет. Пил сөөгүнөн керебет, мамык төшөк керилет. Жаш ханыша падыша жатып калды эендеп. Ачууланып ашмачы, ызаланып өрмөчү, экөө бирдей жаш төгөт, күнүлөшөт, ич күйөт. Тилегин өтөп ханыша уктады моюн алыша. Ал учур согуш болгон кез, тулпарына минип тез, согушка Салтан жөнөөрдө, айымына бурулду. Тунук жүр деп буйрду. Кеткен бойдон согушта жүрдү ал узак салышта. Толук жетип ай күнү айымы уул төрөдү. Чабарман кетти Салтанга, сүйүнчү ага айтаарга. Уя баскан бүркүттөй үйрүлүп уулга энеси, ирмебей кээде кирпикти коргошун болду денеси. Өрмөкчү менен ашмачы бүбү катын мастаны бир укмуш деп баштады. Падышага түз жет деп, токтобостон тез кет деп. Башка бирин жөнөттү, айың сөздү үйрөттү. Төрөдү түндө ханышаң, эркек эмес кыз эмес. Ар бир укмуш таанысаң, мокочодой бир элес. Чычкан эмес, бака эмес, дал ушундай башка эмес. Кабарын анын укканда эрөөлдөгү падыша чабарманга күүлөндү, даргасам деп сүйлөндү. Басаңдап сөзгө келбеди, мындайча буйрук бергени. Күтүшсүн, өзүм жетемин, мыйзамдуу кылып чечемин. Падыша берген катталып, чабарман келди баштанып. Өрмөкчү менен ашмачы бүбү катын мастаны. Чабарман көзүн жазгады. Мас кылып, аны ичирип, билгизбей ишти бүтүрүп. Капчыгынан катталды, ордуна башка кат салды. Баярларга падыша жардык айтат угушсун. Тукуму менен ханышаны тымызын сууга ыргытсын. Баярлар буга не кылмак, күүлөнүп буйрук аткармак. Ханыша жаткан сарайга келишти дүрбөп аларда. Падышанын каары деп буйрук кылып өтөбек окуду аны жарыя. Тургандардын баарына уулу менен ханыша отурган эле алыша. Аны мына дегенче бекилди чоң челекке. Падыша айткан буйрук күч калкыды челек деңизде. Асманда жылдыз жымыңдап, көктөгү булут кубулат. Көк деңиз толкуйт чайып алып, толкунга челек урунат. Кайгыга чөгүп ханыша чамынат, көз жаш тамыза. Күнүндө эмес саат сайын, чоңойгон бала ай сайын, толкунга айтат шаштырып. Көңүлү каалап жактырып, сен толкун, менин толкунум, деңиздин ташын курчутуп, кашатка жээкке урунуп. Чайып алтасың кемени, биз түбүндө өлбөйлү, кетсин бизден кас ажал, жээк жака айдап сал.
Бұл сөзді толқын ұққанда, толқой түшіп чайып ала челекті жееке қалқыда чығарып қойды жайғана. Жерекенін сезіште енесі менен медері челектен кимдер чығарат, же Құдай жалғай беребе. Чығуға тышқа терезе болсочу деп тіледі. Челектен түбін бала тейіп, чымырқана баштады. Көрініп мейкен жашыл жиек ырғады челек қапқаны. Ене бала қараса мелтірейт деңіз айлана. Дөбөлі түзін құлпырат, ортоды жашыл дуп тұрат. Тамақты бала ойлоды, жақшылап тұрып тойорды. Дуп бұтағын сындырып, жаасын бекем матады. Кергіч жебе-жебектен, чырпықтан жебе жасады. Жашаған мейкен түздегі илбиесін қошты издеді. Деңізге жетіп барғаны, чырқыраған бір үнді бала ұғып қалғаны. Қараса деңіз бетінде толқында аққу чамынат. Ителге тебет айланат. Қу құрғыр, алсыз тывырап, су чачырайт, чайпалат. Ителге атып чамынат. Чеңгелі анын жазылат. Жаанын оғы зырылдап, тақ мойнына сайылды. Қараса жыртқыч ителге деңізге қанын тамыза суға чөгіп баратат. Қадимкідей зарайтат. Жандай сүзіп куаны қанаты менен сабады. Ажалын тез жеткірді, су түбіне чөктірді. Падышанын оғлына сөз баштады аққуыда. Қадимки орыс тілінде мен үшін жігіт, 3 күнгі тамақ жебей қыларсың. Деңізге жеткен жебені қайдан таап аларсың. Өкінбе, аға өкінбе, жақшылық менен қайтарам. Сен өлімден құтқарған аққу емес қыз болчу. Жебеңді қанға батырған ителгемес сыйқырчы, өмірі сені ұнытпайым. Арғайдан мені табасың, азыр қайта кеткенде, татты ұйқыда тынчықта. Ұшты аққу алысқа, Шаазада менен ханыша, құрсақ тойбой тамаққа, кетті көтең ұйқыға. Bir mezgilde Şaazada memіреп жатып көз ашса, алдында ұқмыш тамаша. Шаар тұрат бір башқа. Арсақ қыры бар. Мелтіреген Ақдубал, манастыр, чиркөө төбесі. Чағылышып бүлбүлдейд, күн нұрына гүліңдейд. Ойғытты бала енесін, таңғалышты көресің. Көз алдымда көрінет, аққу берген керемет. Ене бала таңдана, жүріп қалса шаарға, туш-туштан қалық жабыла, тосып шықты алдына. Сыйыну хорун жаңыртып, чиркөө тұрды қағыла. Шаан шөкөтті сарайдан алтын чүнбет алышып, тосып шықты қалайман. Сарай толғын жұрт чуылдап, саға ылайық таажы тақ. Өзінің борбор шаарында Гвидон деген ат менен болду ошол күн падыша. Шамалы ойнойт деңізден кемені айдап алысқа. Жазылат, барус чайқалат, толқында кеме чайпалат. Кемечілер таңырқап, кемеде топ-топ дабырттап. Баштатан тааны шаралда ұқмыштар бар байқаса. Жарқырап сонын шаар тұрат, төбесі алтын жалтырап. Пристан чептей бекіліп, замбиректер атылат. Тоқтошко бұйрық айтылат, Шаа Гвидоналарды меймандабай қаларбы? Алдыға ширин аш қойды, меймандар қайда барасыз? Қайда сода қыласыз? Меймандары башы екеп, Гвидонго жооп берешет. Алыс жолду сыдырдық, дүйнө жүзін қыдырдық. Қалтар құндыз көп жайып, соодалашып келдік біз. Бол деме деп уақыт, чығыш жақа жол тарттық. Буян арал жанынан сапар жолду бұрабыз, Шаа Салтанға барабыз. Шаазада анда сөз баштар, жолыңар болсын мырзалар, деңіз жолын артыңыз. Шаа Салтанға барғанда менден саламайтыңыз. Меймандар кетті жол тартып, Гвидон қалды ұзатып. Ачқандай іч сыздап, толқынды көлгө көз салат. Бөлгөндей болды көңілді, сүзгөн аққу көрінді. Есіңде бе, князь жарығым, бүркөө қандай қабағың? Емне жөнді қайғырдың? Сұрады аққу зар мұңын. Шаазада анда мұңайды, арманын аздан шығарды. Қайғы мені жегідей, азамат қылған атамды көрбеймін бі дегідей.
күн кетіп қойды тек аққу. Қайғыңдың жөні ушулбу? Уккун князь кебимди, менин жөнүм дегенди. Кемени тез кууп жет. Чиркей болуп учуп кет. Ушул замат элпилдеп, канатын аққу сермеде. Деңизге бетин бек күүлөп, суудан серпип жиберди. Ал чиркейге айланды, канатында дарманы, ушту бачы мызылдап, кемеге жетти тызылдап, канатын жай куушурду, жараңка жерге кыпчылды. Сызылып жылма жел урат, теңселип кеме тез жылат. Кылаалап буян аралын Ша Салтанга баратат, толкундатып көңүлдү, каалаган өлкө көрүндү. Токтоду кеме жээке, Салтан жакшы ниетте, сыйга эшик аштырды, меймандыкка чакырды, азамат биздин аңдатты, Ак сарайга бир барды, кийиминин баары чылкалтын, тактысында таажчан, чатырында Ша Салтан, кайгыга оюн толтурган өрмөкчү да ашмачы, бүбү катын мастаны, Ша көзүнө карашат, терең сырын санашат. Конокторун урматтап, падыша Салтан сөз баштайт. Эй, жол болсун мырзалар, кандай жайда болдуңар? Жакшы жаман кабардар, дүйнө кезген адамдар, кандай укмуш уктуңар? Кемечилер баш ийкеп падышага жооп берет. Алыс жолду сыдырдык, дүйнө жүзүн кыдырдык. Деңиз кезип көп жүрдүк, бир укмушту биз көрдүк. Деңизде төбө аралда, адам турбас талаада, жападан жалгыз дуп өңчү, айлана ээн түз болчу. Ал жерде азыр карасак, ак сарайлуу шаар турат, алтындан төбө жалтырайт, чиркөөлөр заңгырайт, мөмө төккөн бактарак ортосунда нурданып, Гвидон князь олтурат, сизге салам айттырат. Ша Салтан ага таң калды, ойлонуп мындай сөз айтты. Тирүү болсом мен өзүм ал аралды көрөмүн, Гвидон князьга конок болуп келемин. Өрмөкчү да ашмачы, бүбү катын мастаны, ал укмушту аралга жиберишпес санаада. Алдыртадан көз кыса, адам бул да укмуш да. Кучагында көңүл жай, тыйын чычкан ырырдай, кабыгы бүтүн алтындан данеге каухар жаралган. Жаңгак чагат деп уккам. Укмушка Салтан таңданат, ачуулуу чиркей ызылдап, ашмачыны боздотуп, чакты, оң көзүн тостойтуп. Ашмачыдан алтайып, өңү кетти кумсарып. Сиңдиси анын чыңырды, чиркейди көздөй жолунду. Ай сениби, каргыш соккон ызылдак. Терезеден тызылдап, чыкты чиркей жай гана сызды келген жагына. Деңизди князь жээктеди, көгөргөн бетин тиктеди. Тиктесе көңүл бөлүндү, сүзгөн аккуу көрүндү. Эсенби князь жарыгым, бүркөгүндөй кабагың, эмне жөндү кайгырдың? Сураса аккуу жөн жайын, Гвидон князь жооп берди. Кайгы мени тепседи, укмуштан укмуш көп билем, ал укмуш мага келсе дейм. Токойдо бай карагай, бутагында көңүл жай, тыйын чычкан ырырдай, кабыгы бүтүн алтындан, данеге каухар жаралган. Жаңгак чагат деп угам. Балким айтар ал жалган, князьга аккуу жооп берди. Бул укмушту мен билем, дүйнөдө андай бар деген. Кейбе князь, мында да кызмат кылам мен сага. Көңүлү толуп бул сөзгө келсе князь үйүнө. Эшик алды кең сарай, керилет жаш карагай. Ал карагай түбүндө жалпыга көз көрүнө. Тыйын чычкан сереңдеп, алтын жаңгак кемирет. Каухарларын чыгарып, кабыктарын чогултуп топ-топ тегиз жыйнактайт. Ызгырылтып ырырдайт. Бул укмушту көргөн соң таң калды князь Гвидон. Рахмат сага аккуу май, болсун менин көңүлүм жай. Акактан үй курдурду, тыйындага тургузду. Күзөтчү койду атайын, диакка берди иш жагын, жаңгактарды такташын, так эсептеп катташын. Князьга пайда дүйнө жый, тыйынга болду атак сый. Деңизде шамал лепилдеп, айдаса кеме тез келет. Паруста желек жайкалып, толкунда кез-кез чайпалып, бийик төбө аралда дүмпүйгөн чоң калаага,
Жақын келген чағында замбиректер атылат. Тоқтошко буйрук айтылат. Гвидон князяларды меймандабай каларбы? Алдыға шерин шаа койду. Жөн сұрашаар сөз болды. Меймандар, қайда барасыз? Қай жаққа бағыт аласыз? Деңізчілер башы екеп, Гвидонго жооп берет. Алыс жолду сыдырдық, дүйнө жүзін қыдырдық. Аттарды келдік соодалап, бардығы донду қарғымақ. Бол деме деп уақыт, чығыш жаққа жол тарттық. Жанынан буян аралдын сапар жолду бұрабыз. Шаа Салтанға барабыз. Шаазада анда сөз баштаар. Жолуңар болсын мырзалар. Океан менен деңізде падыша Салтан эренге менден салам бергіле. Меймандар дағы қош айтты. Бағытын алып жол тартты. Бойлой басып деңізде Шаазада бөлді көңілді. Толқындан аққу көрінді. Аққуға князь үн берді. О, қайырлы досым келдің бе? Те кемеге жетіп барсам деп көңілім менен дегдеді. Қанатын аққу сермеде судан чачып жіберді. Чымынта князь айланды, ызылдап учуп қалғаны, кемеге жетіп барғаны бір қычықтан жай алды. Леп-леп жылма жел урат, теңселіп кеме тез жылат. Буян арал қыла алап Шаа Салтанға баратат. Толқындантып көңілді қаалаған өлкө көрінді. Тоқтоду кеме жееке, Салтан жақшы ниетте. Сыйға ешік аштырды, меймандыққа чақырды. Азамат бізден алдағы Ақсарайға бір барды. Киімінің бары чылқалтын, тақтысында тажы чан, чатырында Шаа Салтан. Қайғыға ойын толтырған өрмөкчү да ашмачы бүбіғаты мастаны. Шаа жанында отырат, авайлап аста қарашат. Қонақтарын урматтап падыша Салтан сөз баштайды. Ей, жол болсын мырзалар. Қандай жайда олдыңар? Жақшы жаман қабардар, дүйіні кезген адамдар. Қандай шумдық уқтыңар? Кемечілер мындай деп падышаға жооп берет. Алыс жолду сыдырдық, дүйіні жүзін қыдырдық. Деңіз кезіп жол жүрдік, бір ұқмұшты біз көрдік. Деңізден арал жайалған, аралға қала салынған, алтындан төбе жалтырап, шіркөөлөрү зыңғырап. Ортосында бақтарақ сарайдың алды жағынан. Қарағай өсіп жайалған, тыйынға арнап құлпынған, ақақтан там құрылған. Андан тыйын ырырдап, қабықтары алтындан данеге каухар жаралған жаңғақ чағат тынбастан. Ал тыйынды қайтарған күзетші бір сақчы бар. Чағылған қанша жаңғақтар. Тақ есептеп тақтатар, қабықтан дилде чоғылтып, бүт дүйнөнү қыдыртып. Қыздары дилде жейішіп, қампа, қапшыт толупчық, ал аралда көп байлық. Жалаң чатыр құлпынып, көңірі анда бек толып Шаа Гвидон отырат. Сізге салам айттырат. Падыша Салтан таң қалды. Ақыры мындай сөз айтты. Түрі болсам мен өзім, ал аралды көремін. Гвидондой князьга мейман болып келемін. Өрмөкчү да ашмачы бүбіғаты мастаны. Ал ұқмұшты аралға жіберішпес санада. Өрмөкчү Шааға жылмайды. Тымызын сөзді баштады. Таңғаларлық емне бар? Таш кемірбес тыйындар, алтыны аста чубалар, каухар толуп жиылар, чын төгінің ким айтар? Таңғаларлық емне бар? Дүйнөдө башка ұқмыштар, мен айтайын ұғып ал. Деңіз толқып чамынат, күрілдіп ашып ташқындап, жееке толқын ұрынат, 33 алып толқышып, күчі ташып шаңданат, бардығы сұлу азамат, дөй әкесі Черномор. Алар менен бір екен, таң қалбай тұрған ішбекен, мындай шумдық кім көргін? Қонақтар есті оқшоду, талаш қылбай тоқтоды. Оқмышқа Салтан таңданат, ачуулы чымын ызылдап, ежеге жетіп барғаны. Тағылы сол жақ көзіні жауыша түшіп қалғаны. Ай деп қату үн салды. Өрмөкчү өңі құмсарды. Басқын қарма-қармалап, қуып қалышты, сабалап. Ай сеневе ызылдақ. Терезеден ызылдақ чықты, князь жай ғана сызды келген жағына. Деңізді князь жиектеді, көгөргөн бетін тіктеді.
Тиктесе көңіл бөлінді, сүзгөн аққу көрінді. Есенбі князь жарығым, бүркө күндөй қабағың, емне жөнді қайғырдың? Сураса аққу жөн жайын, Гвидон князь жооп берді. Қайғы мені тепседе. Оқмуштан оқмуш көп білем, ал оқмуш маға келсе дейм. Көңіліңді дегдетіп, алғандай оқмуш ішекен. Ташит дейт қату океан. Күрілді пашып толқындап, жееке барып ұрынған, тармалданған толқындан 33 алып чығат дейт, күштері ташып маңданған. Бүтіндөй сұлуу жандардан, дөй егесі Черномор, алар менен бір екен. Князьға аққу жооп берді. Өкінбе, князь, сен аға. Өкінбейсің, мен барда. Жан досым, сені сүйемін, оқмуштарды білемін. Деңіздің алыптары, бары менен туылғаным. Қайғыланбай кете бер, қонақосаға келішер. Ша кетті, қайғы ұнытып, мұнара барып олтырып, қараса деңіз бетіне көрінді шумдық көзіні. Чамынды деңіз чайқалып, күркіріп толқын жайқалып, жееке чыға ұрынса, 33 алып бір қылқа. Чыға түшті талаға, темгіл жарқырап, қалқандары қалқылдап, башқалардың алдында. Алып пакесі ағарат, ушыл тұрған шаар жақа алыптарды баштап келатат. Гвидон тұра қозғолды, қонақтарды тосқаны. Жетті қалың ел чұрқап, алып паке шааға сөз баштап. Аққу бұйрық бергені бізді сізге жіберді. Қанатташтайын болобыз, даңту шаарын қорғойбыз. Айланып жүрчі дозорбыз. Заң қайған биік сепілбіз. Суысынан болот деңізден кетелі дағы келебіз. Авасы оор жерінен, деді да бары кетішті, үйлеріне жетішті. Деңізде шамал лепілдеп, айдаса кеме тез келет. Парусу биік жайқалып, толқында тез чайпалып, биік дөбі аралда дүмпейген чоңғалада. Жақын келген чағында замбіректер атылат, тоқтышко бұйрық айтылат. Мейманда байқалар бы? Алдыға шерен аш қойды, жөн сұрашып сөз болды. Меймандар қайда барабыз? Қайда сода қыласыз? Деңізшілер башы екеп, Гвидонго жооп берет. Алыс жолды сыдырдық, дүйіне жүзін қыдырдық. Болот күміш, нағалтын, содаладық барысын. Бол деме деп, уақыт чығыш жақа жол тарттық. Буян арал жанынан сапар жолды бұрабыз, Ша Салтанға барабыз. Шаазадан анда сөз баштап, жолыңар болсын мырзалар. Океан менен деңізде падыша Салтан еренге Гвидон князь елінен салам айтты дегіле. Меймандар дағы қош айтты, тегіне алар жол тартты. Бойлой басып деңізде Шаазада бөлді көңілді. Толқындан аққу көрінді. Аққуға князь үн берді. О, қайрымду, досым келдің бе? Те кемеге жетіп барсам деп, көңілім менендегі деді. Қанатын аққу сермеді. Судан чачып жіберді. Қымындай болы қалғаны, арыға князь айланды. Қанаттары ызылдап, кемеге жетіп барғаны. Кычығынан жайалды. Лепілдеп жылма жел ұрат. Теңселіп кеме тез жылат. Қылалап буян аралын Ша Салтанға баратат. Толқындатып көңілді қалаған өлкө көрінді. Тоқтоды кеме жиекте, Салтан жақшы ниетте. Сыйға ешік аштырды, меймандыққа чақырды. Азамат біздің алдағы сарайға ұшып бір барды. Киімінің бары алтындан, тақтысында тажы чан, чатырында Ша Салтан. Қайғыға ойын толтырған өрмөкчі да ашмачы, бүбіғаты мастаны. Ша жанында үчі өтең, қарашат кекчіл көзменен. Қонақтарды ұрматтап, падыша Салтан сөз баштап. Ей, жол болсын мырзалар. Қандай жайда болдыңар? Жақшы жаман қабардар, дүние кезген адамдар. Қандай шумды ұқтыңар? Кемечілер башы екеп падышаға жооп берет. Алыс жолды сыдырдық, дүйіне жүзін қыдырдық. Деңіз кезіп, көп жүрдік. Bir оқмушты біз көрдік. Деңізден арал жайалған, аралға қала салынған. Ал
Ар түркін укмуш таң калтат, деңизди күүлөп чайпалтат. Күрүлдөп толкун ташкындап, жээке катуу урунат. 33 алып бир кылка чыга келет талаага, темгил жаркылдап. Калкандары калкылдап, өңкөй сулуу азамат таң калгандай карашат. Катар тизетекиден дөө акеси Черномор баштапасат алдыга. Дазорлук кылып аралга, жандан ашкан өңчөй алып, өткөрө сак кайтарат. Капарсыз князь Гвидон сага салам айттырат. Падыша Салтан таң калды, ошондо мындай сөз айтты. Тирүү болсом мен өзүм ал аралды көрөрмүн. Гвидондой князьга мейман болуп келермин. Ооз ачпады өрмөкчү. Кеп айта албай ашмачы, кытмыр күлүп мастаны. Тымызын кебин баштады. Таң калаарлык эмне бар? Деңизден адам чыгышаар, дазорбуз деп кыдыраар. Чын төгүнүн ким айтаар? Дүйнөдө башка укмуш бар, мен айтайын угуп ал. Деңиздин ары жагында бар экен ханыша. Күндүз күндү тутултат, түндө жерде кулпунтат. Чач алдынан ай чыгат, маңдайында жылдыз жаркырап. Өзү шаңдуу көрөнөт, чүрөктөй сулуу керилет. Шылдырап аккан булакча кеби сонун кулакка. Ушул укмушту да чын айтса, коноктор эстүү сөз айтпайт. Мастандан кеп талашпайт. Таң калды Салтан укмушка, ачууланды Шаазада. Чоң апасы Мастанды чагышка көзүн аяды. Ызылдап учуп кемпирдин төбөсүнө айланды. Кемпирдин конуп мурдуна Азамат чагып алганда мөлтүрөгөн шиш чыкты. Мастаның ачуу унчукту. Ал жараткан жардамга кармагыла, жанчкыла. Азыр аны тез кармап, ай сениби, ызылдак. Терезеден ызылдап чыкты ары жайгана, сызды келген жагына. Деңизде князь жээктеди, көгөргөн бетин тиктеди. Тиктесе көңүл бөлүндү, сүзгөн аккуу көрүндү. Эсенби князь жарыгым, неге бүркөө кабагың, эмне жөндү кайгырдың? Сураса аккуу жөн жайын Гвидон князь жооп берди. Кайгы сени тепседи. Элдин баары үйлөнгөн, жалгыз бойдок мен жүргөн. Көздөгөнүң бар беле, бар дешет ушул дүйнөдө бир укмуштуу ханыша кыз. Көркүнөн айрып көз алгыс, күндүз күндү тутулткан, түнүндө жерди кулпурткан, чач алдынан ай чыккан, маңдайынан жылдыз чачырап, өзү шаңдуу көрүнгөн, чүрөктөй сулуу керилген. Шылдырап аккан булакча кеби сонун кулакка, укмуштуу сулуу бар дешет. Чын төгүнүн ким билет? Эмне деп айтаар экен деп чоочулап князь жооп күтөт. Кеп айтты бир аз ойлонуп. Айтканыңдай бийкеч бар, чын болуучу сүйгөн жар. Силкип колдон шыпыраар, бел коруна кыстараар. Кол кап эмес аялың, болбосун кийин арманың. Кеңеш бердим чындабук, терең ойлоп, чыдап чык. Князь аккуу алдында коркунуч менен жооп күттү. Ойлону түшүп, кайрыла, эсине сулуу да түштү. Жар сүйүүгө сабылды, сулууну эңсей сагынды. Жан дилинин баарынча чечилип берди убада. Жер түбүндө болсо да жетемин дейт пияда. Көкүрөк келип теремелди, үшкүрүп аккуу ий деди. Алыска барба Шаазада, тагдырың сенин жаныңда. Сен издөөчү ханыша, алдыңда турган мен мына. Канатын аккуу сермеде, толкундан учуп жөнөдү. Жээктен барып бадалга аралап коно калды да, силкинип катуу умтулду. Ханыша болуп кулпурду. Чач алдынан ай чыгат, маңдайынан жылдыз жаркырап. Бой келбети шаңданат, көргөн адам таң калат. Шылдырап аккан булакча кеби сонун кулакка. Издегени ушул ханыша. Кучагын жайып Шаазада ак төшүнө бек кысты. Сүйгөн жарын ээрчитип, энесине тез жетип, бут алдына жыгылды. Ак энеке жалынды. Улугум менин энекем, касиеттүү берекем. Жар тандадым өзүмө, күйүмдүү келин өзүңө. Мына
алдыңа келдік біз, батаңызды беріңіз, батаңыз бізді жалғасын, ынтымақ сүйүү қалбасын, төгүбене көз жашын бери быйык батасын, уул келинге ентелеп, иконду бийик көтөрөт. Жараткан өзү жар болот, балдарым ишиң оңолот. Бат курду князь жыйынды, той өттү, неке кыйылды. Ханыша болуп алганы күтүштү эме баланы. Деңизге шамал лепилдеп, айдаса кеме тез келет. Парусу бийик жайкалып, толкунда кес-кес чайкалып, бийик дөбө аралда түмпүйгөн чоң калаада. Жакын келген чагында замбиректер атылат, токтошко буйрук айтылат. Гвидон князь аларды меймандабай калаарбы? Алдыга ширин аш койду, жөн сурашка сөз болду. Меймандар кайда барасыз? Сапарды кайдан аласыз? Деңизчилер башы экеп, Гвидонго жооп берет. Алыс жолду сыдырдык, дүйнө жүзүн кыдырдык, толгон буюм алганбыз, бул деми деп убакыт чыгыш жака жол тарттык. Буян арал жанынан сапар жолду алабыз, Шаа Салтанга барабыз. Шаазадан анда сөз баштап. Жолуңар болсун мырзалар, океан менен деңизде падыша Салтан эренге эскерткиле төрөңө. Убадасы бар эле меймандыкка келишке. Келбей жүрөт ал неге? Менден салам бергиле. Меймандары жол тартты. Гвидон князь кош айтты. Үйүнөн чыкпай бул жолу аялы менен бир болду. Лепилдеп жылма жел жүрөт, теңселип кеме тез жылат. Кылаалап буян аралын Шаа Салтанга баратат. Толкундатып көңүлдү токтоду кеме жээке. Салтан жакшы ниетте сыйга эшик аштырды, меймандыкка чакырды. Тактысында таажычан, чатырында Шаа Салтан, өрмөкчү да ашмачы бүбү катын мастаны. Шаа жанында отурат, меймандарды урматтап. Падыша Салтан сөз баштап, о, жол болсун мырзалар, кандай жайда болдуңар? Жакшы жаман кабардар дүйнө кезген адамдар. Дүйнөдө кандай укмуш бар? Кемечилер жооп берет. Алыс жолду сыдырдык, дүйнө жүзүн кыдырдык. Деңиз кезип көп жүрдүк, мындай укмуш биз көрдүк. Деңизден арал жайылган, аралга калаа салынган, алтындан төбө жалтырап, чиркөөлөрү зыңгырап. Ордолуу жай бактарак, карагай өсүп шуулдап, тыйынга арнап колпурган, акактан там курулган, анда тыйын ырырдап, кабыктары алтындан данеги каухар жаралган, жаңгак чагат тынбастан. Анда да бар бир укмуш, таң калгандай шумдук иш. Чаманат деңиз чайып алып, жээкке чыга урунса, 33 алып бир кылка чыга түшөт талаага. Темгил жаркылдап, калкандары калкылдап, өңдөй сулуу азамат, дөө акеси Черномор, алар менен бир экен. Жандан ашкан өңчөй алып, өткөрө сак кайтарат. Князьда бир сүйгөн жар, көргөн адам суктанат, күндүзү күндө тутултат, чач алдынан ай чыгат, маңдайында жылдыз жаркырап, князь шаарын башкарат. Бардыгы андан жалтанат. Ал князь сени урматтап, дагы салам айттырат. Убадасы бар эле, келбеди дейт, ал неге? Падыша токтоп турбады, кемени жолго камдатты. Өрмөкчү да ашмачы бүбү катын мастаны. Ал укмушту аралга жиберишпес санаада. Падыша Салтан аларга ачуу айтты, зааркана. Мен бала эмес падыша, кеткеним ушул сапарга. Чындап айтты, жер тепти, бек жаап чыкты эшикти. Шаа Гвидон бир кезде терезенин түбүндө жай олтуруп тиктесе, толкуну жок кичине. Көйкөлгөн деңиз бетинде, көз учунда бүлбүлдөп келаткан кеме көрүнөт. Деңизге сапар жол тарткан, ал кемеде Шаа Салтан. Гвидон князь кубанган, ыргып туруп ордунан карачы деңиз бетине. Сен эле жаш каныша, келаткан бизге падыша. Кебин айтып жарыя, дүрбүдөн князь караса, жакын калган аралга кемедеги падыша. Ал да дүрбү бураган, арал жака караган, жанындагы өрмөкчү, ашмачы да мастаны, ушул чуучун аралга
таң калышат аларда. Замбиректер атылат, коңгуроолор даңгырап, Гвидон өзү жол баштап, тосту шааны урматтап. Өрмөкчү да ашмачы Бүбү катын мастаны аларга сөз айтпады. Шааны шаарга баштады, баары бирдей катарлап, ак чатырга келатат. Дарбаза алды жаркырап, болот кийген эр турат. Падыша байкап караса, 33 алып бир кылка. Өңкөй жап-жаш азамат, өңдөрү сулуу таң калат. Дөө акеси Черномор ада бирге бар экен. Шаа жеткенде сарайга Байкарагай алдында тыйын чычканы ырдап, алтын жаңгак чагышат. Каухарларын алышат, каптарына салышат. Сарай ичи өтө кең, алтын кабык себилген. Меймандар андан ашыга, бет алдыга караса, чач алдынан нур чыгат, маңдайында жылдыз жаркырайт. Өзү шаңдуу керилет, суй салган сулуу эринет. Кайын энеси жанында көрүп таанып падыша. Көзүмө ким көрүнөт? Бул кандайча болгон кеп? Оттой жанды ал өзү, токтон албай жаш төктү. Кучактап ал ханышаны, сүйдү уулу мырзаны. Дасторкон толду, той болду, бардыгы тойдо олтурду. Өрмөкчү да ашмачы Бүбү катын мастаны. Качты ал үчөө туш-тушка, жашынышты бурч-бурчка. Издетип араң табылды, жалбарып алар жалынды. Моюн калып айыпты, өксүштү, жаш тамызды. Кубаныч үчүн падыша үчөөнү салды жолуна. Күн кечкирди, жаткызды, саал кызымтал салтанды. Мен да ал тойдо болгомун. Пивага балга азыраак, муруттум алып койгомун. Сиздер кыргыз эл жазуучусу Түгөлбай Сыдыкбековдун которуусундагы орус элинин залкар акыны Александр Сергеевич Пушкиндин падыша Салтан жөнүндө анын даңктуу баатыр уулу князь Гвидон Салтанович жана Татынакай ханыша Аккуу тууралуу жомогун уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.